Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Алла разы болсын. Құдайым өмірлеріңізге береке берсін. Екі дүниенің арысын берсін, жақсылығын берсін. Жақсылықта болыңыздар. Жалпы жақсылықты адам өміріне алуы бұл біреуге тілеуден басталады. Сондықтан жақсылық бір-бірімізге тілей жүрейік. Ән айту харам ба дейді. Жоқ. Әннің де естісі бар, есері бар. Адамды тәрбиелеген, ұлтты тәрбиелеген, әлемнің жарығын сыйладың сен маған деп анаң айтпасаң, әкеңді Меккеге апарам деп оны айтпасаң, көк тудың желбірегенін айтпасаң, менің Қазақстаным деп атамекенді айтпасаң, әнұранды айтпасаң, біз қашан дамимыз. Сондықтан ән айтылады. Балаларыңызға ән айтуды үйретіңіздер. Ән менен бала ашылады, ән менен бала алға басады, ән менен өседі, тәрбиеленеді. Көшеде ассаламу алейкум деп амандасқаныма кейбір ва алейкум деп қоя салады, түзету қажет пе? Жоқ, қажет жоқ. Әркімге ұрысып, жағаласып, неге ва алейкум деп айтасың, мен саған кәпірмін ба деп әркімге айта беру жақсы емес, керек емес нәрсе. Аға, іште оқитын парыз намаздарын үйде жалғыз оқығанда дауыстап оқуға бола ма? Жоқ, болмайды. Дауыстап оқылатын намаздарды дауыстап, іште оқылатын намаздарды іште оқу уәжіп болып табылады. Яғни сүннеттердің барлығы түгел іште оқылады. Я іште деген сыбырлап деген сөз. Кейбіреулер іште деген аузында, ернінде жыбырлатпай, қимылдатпай оқыса намаз өтпейді. Ерін жыбырлап, ауыз сыбырлап, өз оқығанын өзі еститіндей дәрежеде сыбырлап, жайлап оқу керек. Ал енді іште оқылатын намаздарды дауыстап оқып қоятын болсаңыз, онда сәжде саху керек болады. Егер іште оқылатын намазды дауыстап оқысаңыз, дауыстап оқылатындарды іште оқып кетсеңіз, сәжде саху жасайсыз. Бірақ еске түскен жерден дауыстайсыз. Тек қана дауыстайтын уақыт қай уақытта? Ол имам болып ұйығанда, имам дауыстап оқу уәжіп болады. Ал енді жалғыз оқығанда адам өз ықтияры, дауыстап оқитын намазды дауыстап оқи ма, іште оқи ма, өз ықтияры. Ал енді іште оқылатын жолды намазды міндетті түрде іште оқу керек. Ұлым 1 жасқа толайын деп жатыр, тұсау кесіп берсеңіз, мешіттеміз. 033 деген номер тағуға бола ма? Таға бер. 6666-да таға бер. Ұстаз, үйленгенмін, ғұсыл алудан қиындықтар туындап жатыр. Монша аптасына 1 рет жағады. Үйде душ, ванна жоқ, только раковина бар. Монша суық дейді. Сіз тұрмақ, сізден сұмдық болған ата-бабаңыздың өзі бір құмған суменен ғұсыл алған. Ғұсыл алған кезде жылы суды аласың, бір шелек чайникке, соны бір шелекке құясың, соны екеуін араластырсаң, как раз денеге жағымды температура шығады. Сол температураны алып, аяғының астына тазик қоясың да ваннаның ішінде, соның үстіне су құйып, үстіне қойып жуынып аласың, жақсы болады. Сен біреу жуып беріп, біреу шуындырып беріп, условия жасап беру парыз еді негізі. Еркек адам әйеліне, қарындасына, анасына жуынатын жер жасап беру парыз. Қазір тем более біздің заманда өте оңай. Енді сәпсем ауылда цивилизация жоқ жерде, ауылның ар жағына тұрсаң да, қазір анау Қытайдың мені көріп атқан анау светің бар ғой, сол светтің ішінен жүретін 28 мың теңге еді, өткенде қарасам 42 мыңға көтеріліпті. Сол 42 мың теңгеге 1-2 күн жұмыс істесең, ақша шығады, соны тазик тоққа жалғайтын қып, жылы сумен бүйтіп құйынатын қып істесең болады алтыным. Соны істеу керек. Қазақ қоғамы азғындарға толып кетті. Ешкімнен ұялмайды. Бір қатының екіншіге секіріп, отбасын бұзып жүрген опасыз еркектер мен әйелдерге тоқтау жаза жоқ па дейді. Жаман десек, бізге жақсысын ешкім бермейді, алтыным қарындасым менің. Біз жаман болса, сол жақсылығы өзгерсе екен деген осы жерде отырған себебіміз осы. Бізге жаман деуменен жақсылығын ешкім бермейді. Біреуді таптауменен бізге алға дамымаймыз. Сондықтан жаман да болса ағамыз, әпкеміз, қарындасымыз жақсысын қайдан табамыз? Жақсысын ешкім бермейді бізге. Сондықтан соны түзетіп, сен жақсы бол. Табалай бергеннен ешкім жақсылыққа жетпейді. Табалай бергеннен пайда таппаймыз. Біз бір-бірімізді алалай бергеннен, табалай бергеннен, жабыла бергеннен ешқашан дамымаймыз, алға өспейміз. Қайта біз бір-бірімізге жәрдемші болып, қолдаушы болып, сол жаман жолдан шақырушы болып, бір-біріміздің артымызды ашып күліп, өз қазағыңды өзің жамандап, бәрін жүргіш, азғын қылсаң, онда қалған халық адам болмайды.
Иә, ол жоқ емес бар. Иә, бізде проблема жоқ емес бар. Иә, бізде коррупция жоқ емес бар. Бірақ оны чұқи бергеннен бізге жақсылығын ешкім алып келіп бермейді. Сондықтан бұл нәрсемен күресіп, сен жақсы бол, давай мен жақсы болам. Сонымен екеу боламыз. Мұхаммед саллаллаху алейхи пайғамбарымыз жалғыз еді. Қасына Хадиша келді. Хадиша менен екеу болды. Одан кейін Әзірет Әли келді, үшеу болды. Содан кейін Заид сахаба келді, төртеу болды. Сөйтіп көтерілдік жаным. Міне қазір 2,5 миллиард болдық біз. Тура сол сияқты тірілеріміздің өзі, дүниеден өткендерді есептемегенде. Тура сол сияқты даму рет-ретімен болады жаным. Асықпай, бір-бірімізді шұқығаннан, бір-бірімізден жамандағаннан пайда жоқ. Саху сәждесін қалай жасайды ұстаз? Саху сәждесі намазда 3 себеппен жасалады. Парыз кешіккеннен, уәжіп кешіккеннен, уәжіп орындалмағаннан. Осы 3 себебін қарап аласында, содан кейін сәжде саху уәжіп міндетті болады. Егер оның жасайтын себеп болса, жасалу керек. Намазды толық оқып бітесің, екі жағыңа сәлем бересің, содан кейін және 2 мәрте сәжде жасайсың, қайтадан ат-тахият, салауат, қайтадан дұғаңды оқып, және екі жаққа сәлем беріп барып аяқтайсың, сол сәжде саху болады. Әріптестерімен іс сапарға шыққанда сапар намазын жамағат болып оқуға бола ма? Болады. Еркек адамдар, әйел адамдар жеке-жеке оқиды. Тамның қабырғасын мал сүйеніп құлатыпты, енді оны қайта қалауға бола ма? Болады. Құлаған нәрсе бар нәрсені құласа, құлап талқандалып, одан бетер арғай быт шыға бермесін деген сөз. Алла разы болсын сізге дейді. Алла дегенде үлкен әріппен жазамыз, бұл үлкен әріппен жазылу керек. Тұсау кесуге келейін деген едім, рұқсат болса келіңіз. Құран кітапты жоғары полкада тұрып өзімен өзі құлады. Бұл не мағына дейді. Бұл ешқандай мағына емес, кейде жындар болуы ықтимал. Ағуду биллахи минаш шайтанир раджим деп көтеріп қоясыз, болды. Сүндеттеу туралы айтасыз ба? 3, 5, 7 жаста болу керек деген рас па? Желательно. Болса жақсы, бірақ болмаса 4 жаста да, 2 жаста да, 6 жаста да сүндеттей берсе болады. Мүшел жаста не істеу керек? Мүшел жаста өзіңді артқа өткен өміріңді есепте, ойланып, мен не істедім, кімге қандай пайда келтірдім, кімге қандай жақсылық келтірдім, не істеп кімді қарық қылдым, қой, не істеп өзіме жақсылық қылдым, арғы дүниеме не дайындадым, өзі өмір қысқа екен, жастарда кетіп қалып жатыр екен, қой, мен өмірімді өзгертейін деп алға өзгертіп, сол мүшел жасыңда бір жақсылық жасауға да өзіңе кіргізіп, жаманшылығыңды тастап өзгеріп шығасың, соны мүшел жастағы ең жақсы сөз болады. Нұр мұбарак қоры сенімді ме садақа жүрген? Қабыл болсын, иә сенімді. Баламды апарғым келіп еді сізге, диагнозы бар, қай уақытта барсақ болады, үлкен мешітте отырасыз ба? Рыскелді мешітіне алып келе беріңіз. Күйеу қайтыс болған соң қанша уақыт аза тұту керек? 4 ай 10 күн күйеу қайтыс болған әйел ол үйден шықпайды. Аза тұту дегенде өз-өзін жұлып жеп жылай бермейді. Яғни басқа күйеуге шығуда, көшеге шығуда, кішкене өз-өзін аза тұтып, сондай күтеді. Одан кейін ол ішінде бала бар ма, дүние бөлуге соған қарай 4 ай 10 күн. Бала туған болса, бала болатын болса, бала босанғанша керек десең арға емізгенше де кетіп қалуы ықтимал. Сондықтан қарап көресіз. Ал енді қазақ салтында 1 жыл. 12-те барсам бола ма? Жоқ, кешігіп қаласыз. Ертең намаз оқып жүріп оқымай кеттім. Қанша ниеттесем де оқи алмай жүрмін. Жамағатпен саба шығыңызсыз. Әріптестеріңізбен айттық. Сәлеметсіз бе? Мені сүйіп тыңдайтын имам. Алла разы болсын жаным. Тек қана мені тыңдай бермеңіз. Басқаны да тыңдаңыз. Басқа ұстаздарды да тыңдаңыз, Аяғым ауыр еле. Бойымда бар десеңіз жақсы болмақ еле. Емне қылсам дейді. Түш көрем күнде. Ошо аял бойында болғанда ошондай бір жиндар келіп, қайрайлы түштер көріп, бастырылып ошондай болады. Аятыл күрсіні оқып жүргінің жақсы боласың, Құдайым бұйырса. Ұстаз, Ақтауғанда төбелесіп, семья бағуға қалай қарайсыз? Шариғатқа сай келе ма? Спорт күйінде болатын болса, проблема жоқ. Спорт күйінде болатын болса, бірақ кейбір тақуа ғалымдар адамды бетіне ұру, анау мынау деп жатыр. Енді бокстың өзі адам бетіне ұрады, сондықтан бұдан проблема жоқ деп есептейміз. Спортқа қатысыңыз. Жалпы спорт адамды шыңдайды. Мысалы, сенің жаңа намазға тұра алмай жатсаң, мысалы айтайық, сенде проблема болып, барлық методтарды көріп жатсың, жатып ұйықтай бересің, таң атқаннан кеш батқаннан кейін тұрғың келмесе, онда сіз спортқа шығуыңыз керек. Спорт адамды жетілдіреді, табандыққа үйретеді.
дисциплинаға үйретеді. Спорттың да спорты бар. Бильярдта спорт деп есептеуге болады, штангында спорт деп есептеуге болады. Бірақ адамды шынықтыратын, жүгіртетін, қимылдатын, қан жүгіртетін нәрсені жасау керек. Сізге келсем қабылдайсыз ба? Қабылдаймын. Муж каждый год убегает от меня и детей. Он казах, 30 дней живет сам, потом возвращается и винит, скорее всего, да, винит вы написали, винит меня. Детей каждый день не ищет. Что с нами, когда с нами нормально, что делать, стабильности нет. Мужчина должен содержать семью, мужчина должен воспитывать семью, мужчина должен оберегать семью. Если на то эти действия он не делает, следует, соответственно, тщательным образом переговорить, эти вопросы решить. Если он не делает эти вопросы, то есть не занимается воспитанием детей, не кормит, не одевает, не обувает, то надо вам обратиться в определенные соответствующие органы. Теперь надо стараться сохранить семью, поговорить, путем, не знаю, вести диалог, привлечь старшее поколение. Вот эти моменты надо переговорить. Если это делается, то это отлично. Жолдасым 5 мезгіл намаз оқиды, бірақ боғауыз әке-шешемнен бастап дымымды қалдырмайды. Боғауыз сөзінен шаршадым дейді. Аузындағы сөзі менен басындағы намазы, жүрегіндегі иманы менен істеген қылығы сәйкес келмейтін адамдар өте көп. Сол үшін намаз оқыды деген сөз әулие болды деген сөз емес. Намаз оқыды деген сөз пайғамбар деген сөз емес. Енді сіз сол себеппен намаз оқығандарды, сақал қойғандарды, орамал таққандардың бәрін жек көріп кетпеңіз. Бұл жерге намаздың, орамалдың, діннің вообще қатысы жоқ. Вообще қатысы жоқ. Бұл проблема сенің күйеуіңде, өзіңде. Сондықтан оны тәрбиелеу керек, айту керек, түсіндіру керек. Оның да тыңдаған ұстазы бар, оның да тыңдаған адамы бар. Бірақ қанша ол сені боқтаса да, ол өзінің әке-шешесін боқтайды. Өзінен өзі кіре сала сені боқтайтын болса, ондайды полицияға беріп, көзінің көк шыбын үймелету керек. Ал егер сенен де проблема болса, онда өзіңді түзетіп бастау керек. А дегенге мә дейтін болсаңыз. Аллаға шүкір, 3-ші қызымды төрейім жақында. Бары ол төребес деген сөзді айтышат. Маға қатты дейет. Мен қолымда емес адамдар түшінбейді мен. Ошондой Алияжан бардығы ошондой. Біз билбей атабыз, Құдайдың эмне де қайыры бар, эмне де түбөлүк рахат ошо кыздабы, улдабы біз билбейбиз да. Ошон үчүн Кудайыма салыш керек, Кудайыма дуга кылып койгонуң. Эми тигилер сүйлөй берет. Азыр мисалы алсак, Садыр Жапаровду да сүйлөп атат, Ташиевди де сүйлөп атат, Бизим кеткен Назарбаевди да сүйлөп атат. Эле ошондой. Өзүндө билесиң да, ер адам, аял адам болсун, кимде эле болсо, багы дөөлөтү башында турган маалда бардыгында куттуу болсун, кутмандуу болсун, төөңөрө жараштуу экен деп сүйлөйт, төөмө жүрсөң. Кейде жөөдө жүрүш керек. Жөөдө жүргөндө тегеленип элгүлө жүрмөк түгүлү сага бардыгы шылдыңдап күлөт. Ошондой болот, эмне кылалы? Болот, эми ишке карабаш керек. Кудайым цел коюп атасың да, ошо цел менен сенде тиги адамдардын тиги эмне деди, могу эмне деди деп бардыгын сөздөрдү чогултпай, сен намазыңа ээ бол, эриңе ээ бол, ошо балдарыңа, кыздарыңа ээ болсоң, абдан сонун болот. Имамдарға Құранмен жол аштыру, көз тисе кетіру, дуаны кетіруге болам. Имамдарыңыз дуаны кетіріп бере алат, дуаны кетіріп бере алат, жолыңды өзің ашасың, имамдар өз жолын өздері ашамай жүр, сондықтан сен жолыңды ашамай алар. Бірақ дуаны оқып береді. Таң намазда тұра алмай жүрмін, не істеуге болады? Спортты қосыңыз. Спортты қоссаңыз жақсы болады. 7 шелпек апта сайын пісірген дұрыс па? Құран оқылмаса 7 шелпектің сауабы бар ма? 7 шелпек садақа, адамдардың қарын тойғызып, бір жақсы дүниеден өткенді ескеріп сөйтеді. Жақсы амал. Құранды бірақ неге оқымайсың? Құран жаттап ал, өзің оқы, кітапқа қарап оқи бер өзің. Еркек адам тек қана оқиды деген монополия жоқ, әйел адам оқиды. Как начать читать намаз? Надо встать и начать. Если не получается, будете вглядываться в тетрадь, либо что вы переписали, либо вглядываясь в книгу. Самое лучшее для запоминания, можно сказать, лайфхак, в YouTube то, что вы читаете, либо в книжках, перепишите на свой тетрадь, откройте для намаза, для себя тетрадь, и что связано с намазом, всегда пишите. Каидур ильма биль китаби, вот это знание закрепляйте в писании, когда
писанием. И это будет для вас хорошо. Заодно, долго вы уже не писали, ручку не держали, будет исправление почерка. Вообще великолепно будет. И так и начнете намаз. Күйеуім жүрегімді бір нәрсе мазалап тұрады дейді, әсіресе азанда как будто бір уайым бар сияқты дейді. Бірақ Аллаға шүкір бәрі жұмысында бәрі бар, балалар да аман есен, үйде машинасы бар, бірақ сол жүрегі қоймайды. Жүректің татмайнал құлуб бизикрилла ала бизикриллахи татмайнал құлуб, адамның жүректерін тыныштандыратын нәрсе Алланы еске алу дейді. Алланы еске алумен жүректер тыншиды. Сондықтан әйтпесе адам тоймайды. Анау бір қорқынышқа біреу келіп, сондықтан бірінші Алланы еске алсын, екінші дем салдырып алсын, аят сүрелерді оқып қойыңыз, жақсы болады, өзі де оқысын. Тахаджудты күнде өзі оқу керек пе? Жоқ, еркіңіз оқысаңыз, бірақ сауапты болады. Мен жақында шын руымды таптым. Енді асырап алған әкемнің туысқандарыма қалай айтам? Айтпай-ақ қой. Үндемей өмір сүре бер. Ешкімнің көңілін қалдырып ештеңе істеме. Ол саған маңызды емес. Алланың алдында сенің руыңнан бұрын сенің адамгершілік қасиетің, адамдармен сыйысқаның, сенің түгің жоқ кезде ешкім сені қарамай тастап кеткенде осы баққан атанан қарады ғой. Сондықтан осылардың қадіріне жет алтыным. Келген адам келер, келмесе қояр. Мен бір күн таң намазы мен құптанды оқымай бір себептермен қарыз болдым, қалай өтесем болады? Қаза деп, сен соңғы намазым деп парызын өтей бересің. Намаз оқып тұрып жаңылыс айтып кете беремін, не істеуім керек дейді. Демек, сіздің жаттауыңызда проблема бар. Ескі калия дейді, мынау сарын дейміз қазақта, содан шыға алмай жатқан себебі кішкене жаттауыңызда проблема бар. Сондықтан мешітке барып, имамдардан түзетіп алыңыз, жақсы болады. Тұмар жазып берді, сол дұрыс па? Тұмарды негізі үлкен адамдардың тақпағаны жақсы, кішкентай балалар болса болады, өйткені аузымен айтамайды. Тұмардағы бар нәрсені сіз тіліңізбен жаттап алыңыз да оқи беріңіз. Таза жүрмеген адамға жын қайтып кіреді дейді, қаншалықты дұрыс? Енді таза жүрмеген нәрсеге не только жын кіреді, бәрі кіреді, сондықтан лажы келсе таза жүріңіз, бұл қажетті дүние. Мұсылман үшін таза жүру бунияддину аля надафати, ислам діні тазалықтың үстінде орнатылған, сондықтан тазалыққа келу мұсылман үшін аса маңызды. Жолды қалай ашуға болады? Жолды ең бірінші Аллаға сенесің. Аллаға сеніп атқаның ақиқат шығар, бірақ енді сол жабылған жолың арқылы алдағы жолыңды өзің ашасың. Қалай? Сіздің сүрінгеніңіз, қателескеніңіз, бұл өмірлік тәжірибеңіз. Сіздің тура жолды іздегеніңіз, соған ұрынғаныңыз, құлағаныңыз, сүрінгеніңіз беліңізді қатайтып, табаныңызды бекетіп, алға қарай басуға жол ашады. Сондықтан еш уайымдамаңыз. Кейде Құдайдың рахымы сәл кешігіп келеді. Дұғадан үзілмеңіз. Досым сигаретті қоя алмай жүр, не істесем болады? Сіз оған дұғамен жәрдем бересіз, және адамды тозаққа сүйрейтінде, адамды жәннетке сүйрейтінде дос болады. Сол досыңызға әрдайым насихат айтыңыз. Ораза ұстасын. Ораза ұстаса кешке дейін шекпейді. Ол уже бір прогресс болады. Сөйтіп ораза арқылы ұстау арқылы, иншалла, қояды бұйырса. Нәпіл ораза ұстасын, қаза оразалары бар, соны ұстасын. Аға, иманымды қалай күшейтсем болады? Иманды күшейтудің ең жақсы жолы қасыңыздағы жора жолдас. Кіммен араласқаныңыз, бар иманыңызды жоқ қылатын да солар, бар иманыңызды күшейтетін де солар. Сондықтан араласқан адамды түзеңіз, содан кейін жақсы нәрселерді естіңіз, ғибадатыңызға бекем бола бастайсыз. Егер некеде болмаған, бірақ 4 бала бар, жақында некеге тұрса бола ма? Қалай Алладан кешірім сұраса болады? Күнде кешірім сұрап жүрем, біздің қателігімізді кешір деп. Иншалла, өтер нәрсе өтті. Тәубе қылыңыз, енді қазір неке қиып ары қарай өмір сүріңіздер. Өтер нәрсе өтті. Анамды Меккеге апарғым келеді, бірақ мен намаз оқымайтын адам едім, ештеңе етпейді. Бара беріңіз. Ағатай не алып келу керек дейді. Не нәрсеге? Қызымның етеккір келіп қалды, бірақ ол біз некеге қиюға өтініш беріп бұрын жасап қойған едік, некемізді қия берсек бола ма дейді. Ешқандай проблема жоқ. Молда сұрамайды ғой, келді ма, келмеді ма, қашан келді деп. Қия береді, неке қиыла береді. Енді сол қыздың мешітке кіруі сәл әдепсіздік нәрсе, сол үшін кірілмейді. Мешітте қиылса, қыз етеккір келген кезде некеде қиыла береді, талақ та түсе береді. Просто саған қиын болады.
Некеңді қиып алып, екі қолың мұрныңа тығып отырасың күтіп. Ауру жатқан адамның еміне ақшаменен көмектесем, сол садақа болып саналамын, әлбетте. Сәлеметсіз бе, қызымның суға батқанын түсімде көрдім, нені білдіреді? Дүнияви мәселеге көп мән беріп жатсыз. Тиктоктағы балгерлерге не айтасыз? Қой дейміз. Дәптерге жазған намазымды не істеуге болады? Жаттап алдым дейді. Басқа біреуге беріңіз, оқысын. Умраға қарызға баруға бола ма? Жоқ, болмайды. Өз қарызға кірме десек, енді умраға қарызға кіріп жатсыз. Бір жігіт бар, күнде қышқыл су ішеді, тоқтамайды. Қышқыл деп не оны әлде қандай қыласың? Арақ ішеді деп айта бер, прямой. Қышқыл деп, оны жынның өзін жәке деп. Арақ деп айта бер, арақ ішеді, харам ішеді деп. Сіз осындай аттарын күшті қылып айтқаннан кейін ғой, қышқыл су ішеді деп. О, арақ деп айта бер. Не істеуге болады? Қойдыру керек ондай бәлені. Ондай бәлені қойдыру керек. Ол жақсы нәрсе емес. Менде ауырғалы бері қорқыныш пайда болды, не істесем болады? Мәселе неден қорқасыз сода? Кейбір дәрілер бар, чувство тревоги береді. Мысалы айтайық, давленияның, кейбір гипертонияның нелерін оқысаңыздар, қағаздарын, соның ішіне чувство тревоги береді. Мысалы конкор группасы, кейбір анаприлин амалият группасы бар, энаприлин амалият. Солар группалар, кейбіреулері эднит группасы не береді? Чувство тревоги береді. Жөтел береді, әрің бәрі қалай. Сондай болуы да ықтимал. Бір қыз әр намазда ұйықтап қала берем дейді. Біреу оятқандай болып шошып оянып кетем дейді. Неден екен дейді. Дәретін дұрыстап алып, қайта-қайта дәретпен оқысын. 5 уақытқа 5 рет дәрет алсын. Қызым айтқанды тыңдамайды, жалқау, не болады, не істесем болады. Спортқа шығалдаңыз, таза ауаға алып шығыңыз бұл қызыңызда. Намазды кірген бойда оқи беруге, уақыты кірген бойда оқи беруге болады. Сол арақты қалай қойдыруға болады? Арақты қойдырудың бірнеше жолы бар. Бірінші дәрігерлерге жүгінесіз, қанын тазалайсыз. Содан кейін постоянно ішпей, анда-санда сау болған кезде, сол сау кезінде молдаға алып барасыз. Көп вариант. Шын қоям деген ниеті болса болды. Балаларды кішкентай кезінде мешіттен тұмар алғанбыз. Солар не істесе болады? Жай ғана ілініп тұр шегеде дейді. Суға ағызып жіберіңіз, или көміп тастаңыз. Далаға шықсам қорқам, бір нәрсе болып қалатын сияқты дейді. Бұған дем салдыру керек. Бұны қараңғылық қалып келіп, ана бір жерге отырып байлап қойып алып келетін жындар бар, соған әсер берген болуы мүмкін. Саламатсыз ба дейді. Шапан мен тақияңыз мықты екен дейді. Алькантара. Сол кішкене соңғы электропакет. Лидары бар үстінде. Арт жағында датчиктері бар. Датчик движения, датчик. Соңғы шапандар. Аға, намазды енді оқып бастадым. Қате оқып жүрмін. Оқи берсем бола ма? Болады, алтыным. Бастай бер. Біз бәріміз қателесеміз. Әрбір қателесу сені туралып қалып келеді. Әрбір қателесу сенің түзетілуің алып келеді. Әрбір түзетілуге қателік арқылы барамыз біз. Сондықтан жаным, бастай бер. Бірақ мешіт үйдің қасына мешітке барып, жамағатпен барып үйреніп, солардан барып үйренсең жақсы болады, жаным. Соған бастай бер. Түсімде иттерді көрдім, мені қапақшы болады, қуады артымнан, бұл жын шайтан болады, бұған дем салдыру керек. Таң намазға тұра алмадым. Сіз намаздың қадірін біліңіз, будильник қойыңыз, намаз туралы кішкене оқыңыз, уағыздар тыңдаңыз. Түсімде шикет көрдім, денсаулығыңызды қаратыңыз, денсаулығыңыз күтіңіз. Ұстаз, біз Мәскеудеміз. Бізге асыр намазы 2 түрлі қайсы уақытында оқимыз. Шам ненің уақытымен оқи беріңіз? Ханафи деген шығады, не Шафи шығады, екеуі де дұрыс. Ханафимен оқи берсеңіз болады. Ол баланың оқуға ниетін қалай ашуға болады? Жақсы оқиды, бірақ ниеті жоқ болып жүр дейді. Баланың ниеті жоқ болса, ниетті көтеретін нәрселерге қызықтыру, ұрса берудің керек жоқ. Оқы, сабақ оқы деп. Біз ана жығылғанға жұдырық дегенді жақсы көреміз. Кешегі футбол сияқты ғой. Кешегі қазақтың футболында Қайрат пен Реал Мадридтің көрген шығарсыздар, қандай ахуалға да оғанымыз. Соны бүгін көбі күліп, мазақтап, жылап, бір түрлі қазақтың футбол группасын мазақтап, алға шыққан қазақтың кішкентай балдарын соның қайта артқа тартып, біз саған сеніп едік, бәлен еді, түгілен еді деп жерден алып, жерге салып, бүйтпедің ба, сөйтпедің ба деп жатып алып, қарын шығып кеткендер, қарнын көтере алмай жүргендер, 17-18-дегі балаларға ақыл айтып жылап атқандар, балаларды мазық қаралап атқандарыңыз бар.
Айналайын. Қалмұрза, одан кейін барып Тапалов, Сатпаев, тағы сол сияқты ішінде жүгіріп жүрген қаншама біздің защитник, полузащитник азаматтарымыз бар. Солардың сондай әлемдік дәрежедегі футболмен ойнаудың дәрежесіне жетудің өзі қандай ұлы қадам. Олар қандай тренировкадан қанмен терін салып, соған қазақтың жап-жас өрімдей балалары соған жетті. Соның нәтижесінде бір стадионға 20 мың адамның аржақ бер жағында адам жинады. 40 мың адам ол тұр. Бірнеше мың адам ішіне кірді. Қанша адам, мыңдаған адам теледидарға телміріп отырдыңыздар. Соларға қайта жәрдем беріп, бір-бірімізге болды. Ол Мбаппе деген кім? Біздің кешегі жастарымыз бүгіннен бастап сондай дәрежеге шыққан көрші мемлекеттердің өзі қарап таң қалып жатыр. 300-ге жақын голды ұрып тастаған Мбаппемен біздің бір жігітімізді тең қою, бұл қандай нәрсе? Сондықтан айналайын, біз осыған шүкір етіп, әрбір ұтылыс, әрбір жеңістің бірінші қадамы болады. Ол балалардың табаны тіреліп, бекемденіп, спортқа қанша адамды жинады. Футбол деген дүниеге мемлекеттің өз көңіл бұрып, қандай нәрсен ұлтты ұйыстырған дүние болды. Бұл қазақты бір жерге жинайтын, бұл қандай ұлы күш бұл. Сондықтан осыған қайта жәрдем беріп, сондай адамдармен, сондай азамат тұлғалы адамдармен бүйтіп футбол тебу бір-біріне, бұл үлкен дүние. Бұл қазақтың алға басқандығы, өскендігі, спорт мәдениетінің қалыптасқандығы. Жанкүйерлеріміз қандай болды? Бәрі бір мезгілде. Ұлттық рух бетіне дейін бояған қазақтың балалары, қыздары бұл нені көрсетті? Бұл ұлттың басы бірігетінін көрсетті. Халықтың бір идеясының бар екенін көрсетті. Біздің ішімізде әлі іріп-шіріп кетпегендігімізді көрсетті. Біздің бірлік қасиетіміздің бар екенін көрсетті. Бұл балаларға үлкен, орысша айтқанда, надежда, үміт бердіңіздер. Ол балалар бұдан да жетіледі. Әрбір кірген голға жылап жібергісі келіп тұр. Көзіне жас алып кешіріңдерші деп қазақтың баласы ұлттан, халықтан, елден кешірім сұраған кезде сенің балаң болса қайтетін едің? Соған қайта бір-біріне дем беріп, қуат берудің орнына біз тұрып алып, бір-бірімізді артқа алып, күліп, мазақтап істейтін қылығымыз осы. Қашан біз ел боламыз? Қашан алға басамыз? Сондықтан бұл нәрсе мүлде дұрыс емес. Бір-бірлеріңізге жәрдем беріп, бір-бірлеріңізге қуат беріп, бір-бірлеріңізді алға бастырып, бір-бірлеріңізді демеуге сіздер атсалысу керексіздер. Сонда біз ел боламыз, сонда біз дамимыз, сонда біз өсеміз. Бұл оларды күлдіріп, ұялдырып, мазақтап, артқа тартуымызбен болмайды. Чемпиондар жеңілістен шығады, батырлар құлағаннан шығады, ғалымдар қателескеннен шығады. Туғаннан қателеспей жүретін адам, ол адам болмайды ол. Ол қателеседі, адам ол. Сол үшін Құдай оны сондай қылып жаратқан. Жеңіліп барып тұрып жеңеді адам. Сондай беліп қатаяды. Осыған мән беру керек. Мен Меккеге баруға ақша жинап жатырмын. Жолдасыма бірге баруға ақша жетпей тұр. Бір өзім барсам бола ма дейді. Сен бірінші күйеуіңді жібер. Әйел екеуің ақша жетпесе, онда сен бірінші өзің барма, бірінші күйеуіңді жібер. Сен барып алып тұрып күйеуің қалып қалған қалай болады ол? Жоқ, бірінші сен күйеуіңді жібер алдынан. Одан кейін қарызға батып, ондай істеудің қажеті жоқ. Жағдайға қарап істеңіздер. Аға, саламатсыз ба? 7 жаста қызым соңғы 3-4 айдан бері тұтығып қалып жүр. Бірден сөйлеп кете алмай жүр. Не істесем болады? Бұған орталықтарға алып барыңыз. Логопедтерге. Бисмилланы намаздың ең басында ғана айтамы, әр ракағаттың басында ма? Фатихадан кейін қосымша сүренің алдында айтамыз ба? Бисмилланы Фатиханың алдында айтасыз. Одан кейін екі сүренің ортасында біздің Ханафи мазхабында айтылмайды. Бірақ айтып қойса күнә емес. Яғни намаз бұзылатындай дүние емес, негізі айтылмайды. Мысалы, намаздағы жоқ нәрсені, бірақ Құрандағы бар нәрсені айтсаңыз, намаз бұзылмайды одан. Макрух болуы ықтимал, бірақ онымен де намаз бұзылмайды. Мысалы, түшкірдіңіз. Түшкіргенде әлхамдулилля деп айту керек әшейінде. Бірақ сіз соны намазда айтып жібердіңіз. Түшкірдіңіз да, қателестіңіз да, ойыңызға түсіп кетті, әлхамдулилля дедіңіз. Намаз бұзыла ма, бұзылмай ма? Бұзылмайды. Өйткені әлхамдулилля деген сөз Құранда бар сөз. Яғни ғибадатта бар сөз. Сондықтан бұл намазды бұзбайды.
Енді сіз альхамдулилля десеңіз, намаз оқып тұрған екінші адам ярхамикаллах десе, онда намаз бұзылады. Оныкі бұзылады, сенікі бұзылмайды. Оның өзі не үшін бұзылады? Сеніменен диалог құрған үшін. Намазға кірген адам Құдайменен диалог құрады. Құдайменен диалогты қоя салып адамға жауап берген кезде намаз бұзылады. Қалай жауап берсе де, сөзбен болса да, ыммен болса да, мысалы сен намаз оқып тұрсың, біреу өтіп кетейін бе деді саған, қолмен өте бер, бара бер, жолың болсын десең, ассалаумағалейкум деді біреу. Негізі уалейкум ассалам деген Құранда бар. Сен соны жаңағы уалейкум ассалам деген үшін намаз болады. Не үшін? Құранда бар ғой? Жоқ, сен диалог құрған үшін бұзылып жатыр. Ана адаммен диалог құрып жатсың. Диалог Құдаймен. Яғни бисмилля сөзі басында ғана айтасыз, одан кейін әр ракаттың басында айтасың, екінші сүренің ортасына өткенде айтпайсыз. Әр қандай іс тек Аллахтың қалауымен бола ма? Аллахтың қалауымен болады, тағдыр Аллада, бірақ адам кейбір мәселелерге Аллах Тағала бізге еріктік берген. Айлығыңның қанша болуына Алланың қатысы жоқ, сен өзің жұмысыңа байланысты. Мысалы, күніне сен бастықпен келістің, жақсы жұмыс істесең 10 мың берем, жай жұмыс істесең 5 мың теңге берем деді. Енді сен жай жұмыс істеп Алланың тағдыры демейсің ғой, сен 10 мыңды ала аласың. Бұл сенің ықтиярың. Мен хамдуа қылың, 6 айлық хамилам бар, машаллах. Аллах Тағала салихалы farzand bersin, inşallah duada bo'ling, namoz o'qing, hammasi duada bo'ling. Musulmon qo'rg'oni, Hisnul Muslim shu paytdagi kitoblar bor, hammasidagi duolarni o'qib qo'yavering, duo qiling, eringizga xizmat qiling. Oyi boru, shu oyning duosini oling, otalaringizning duosini oling. Inshaalloh hammasi o'tadi. Men ham homiladarman deb yotib olmang. Bizda hammasi yotib oladi. O bitta dunyoda ham bitta homilador xotin siz bo'lsangiz ham xizmat kerak. Inshaalloh xizmat qilsangiz yaxshi bo'ladi hammasi. Futboldan nega o'tilib qoldik emeka deydi. Bu o'tuvning yo'li. O'tuluv orqali o'tатын ulug' mектep ulug' jengistlar tur oldimizda. Adam qatelesib borib ulkan darajaga jetadi, ya? Qatelesib borib jetadi. Qatelespey tub-tuzuk etsang qadri bo'lmaydi. Biz eğer o'tqanda biz qadri bilmaytin edik. Biz esirib ketетін edik. Alloh Taala kishkene pendeni bit төмен түсіреді, тармайыс етеді. Содан кейін барып, сен де құладың ғой, осы жүргенше, сен бит жүріп кеткенше, еден әлемін күшті қылып салғанша, сен не істедің? Бірінші топырақтың үстінде өмір сүрдік. Топырақтан кейін барып тол деген келді, Совет үкіметінде тол төседік, толдың бетіне обой төседік. Одан кейін барып ағаш пол болды Сараковка мынадайсасына, ол кетті. Одан кейін барып ламинат деген шықты. Ламинаттан кейін тағы новый паркет шықты. Сөйтіп кетеді. Сол сияқты дүние жан. Бірте болады. Сендер кеше бастап жаңадан жүрген бала, тай-тай жүрген бала жүгіріп кетпейді ғой бүйтіп. Кішкене келеді, асықпа. Әр нәрсе өз ретімен. Қазақтың мындай ешқандай балалар қалай жүгіріп жүр. Ой, 18-дегі балалар. 18-дегі балалар. Сен мен отырмыз, қарнымызды көтере алмай. Ұят болады жан. Оларды көтеру керек. Ассаламағалейкум, құрметті ұстаз. Қарызым көп дейді. Бірақ Аллаға аңсап көмектеседі деп үміттенемін. Өмірде мәзбін. Бала болмай жатыр. Алло дейді. Бала да болмай жатыр дейді. Қарап жатпай, Алла көмектеседі. Сен бірақ әрекетке берекет болады. Алла көмектеседі деп жатып алып, әйтеуір бір байымыз ғой, қазақ бір қайда барамыз, жер біздікі, үй біздікі, холодильник біздікі, әйтеуір холодильниктің ішіне бір тамақ келер деп жата берме. Әрекет қылсаң, холодильник толады. Просто жата берсең, холодильниктің тоғы бітіп қалып, өшіп қалып, холодильниктің ішіне иіс шығып кетеді жаным. Пустой холодильниктен. Сондықтан кішкене әрекет етсең, әрекетіңе қарай берекет болады. Ал енді бала мәселесінде көбінесе балалы болудың, сәбилі болудың ең жақсы жолы үлкендердің батасын алыңыздар. Дәрігерге көріне бірінші, үлкендердің батасын ал. Ешкімнің қарғысын қалма. Егер біреуді ренжіткен болсаң, кешірім сұра обязательно. Содан кейін ата-аналарыңыздың көп қызметінде болсаң, иншалла боласыңдар. Банкта жұмыс істеп жүріп, умраға барсуға болады ма? Болады. Полиция болып та болады. Бола береді. Дұға еткенде Аллахқа сен деп әмір-рашини жасап бола ма? Жоқ, сіз деп па? Сен деп айта бер. Сіз десең түсінбей қалады. Не знаю, зачем утром вставать по утрам. Нету любимого дела. Как быть? Нету энергии.
Ну, знаете, вот вы же смотрите Инстаграм, значит, с вашей энергией все в порядке. Если бы у вас действительно энергии не было бы, вы бы даже не то что смотреть социальные сети, вы бы даже, скорее всего, не подняли бы этот телефон. Благодарите Всевышнего. У вас все нормально. Просто не стоит на себя навлекать беду. И не стоит на себя, знаете, брать ту участь, которая принадлежит Всевышнему. Все наладится. Благодарите Всевышнего. У вас, смотрите, нет энергии, но у вас, вы благодарите, у вас долга нет. Если долги есть, у вас здоровье есть. И у некоторых и долги есть, и здоровья нет, и семьи нет, и детей нет. Вот до предыдущее сообщение, которое вы отправляете, почитайте, видите, у человека ничего нет, но он благодарен Всевышнему. Есть маленький ролик, вы, наверное, просмотрели. Один журналист спрашивает, у нас в Казахстане, по-моему, где-то в Акмолинской области, спрашивает, у вас все хорошо? Дядька на велосипеде катает, там, не знаю, со школы берет, на велосипеде в 21 век забирает, там, не знаю, своего чада и говорит, у него все нормально. Работы нет, зарплаты нет, ничего нет. Вы это видели, все это видео. Даже вот наши соседи это видели по всему миру. Он говорит, человек, у меня все хорошо. Вот это истинное лицо нашего казаха. Вот наши были предки такими. Они всегда уповали на Всевышнего. Они всегда знали, что все когда-нибудь все закончится. Все временно. Проблема временная, радость временная, счастье временное, горе временное. Все временно. Все не бесконечно, понимаете? Все оно заканчивается. Поэтому уповайте на Всевышнего. И старайтесь сделать то, что вам иногда надо будет заставлять. Вот смотрите, у вас желания нет идти в туалет. Но ваша необходимость, ваше желание, когда вас предпишет, вы же встаете все-таки, значит все нормально. Вы же идете ногами в туалет. Вы же не мочитесь же на этом месте. Значит у вас все нормально. Благодарите Всевышнего. Ұстаз кет деп 10 рет айтылса никах бұзыла ма? Ниетіне қарайды. Ниетіне қарайды. Егер ажырасу ниеті болса, талақ түсу ықтимал. Аға, жүкті әйелді ұрып соғу тепкілеу қаншалықты дұрыс дін бойынша? Күйеуім ұрып төбелесіп ұрысып қалсақ болды. Саған екі дүние разы емеспін деп айта береді. Жүкті әйелді ұрып соқса дейсің ба? Қаншалықты дұрыс дейсің ба? Асында жүкті болмаса ұра беру керек па не? Жүктілерді ұрмау керек. Хорошо, бұл жүкті екен, екі қабат екен, баласы түсіп қалады. Екі қабат әйел, екі қабат болмаса спортсмен бола ма не? Ұра беру керек па не? Рефери болып, ортаға шығып алып тұрып, шешесі, енесі тұрып алып тұрып, екеуін тепкілете бере ма не? Не дейсіз? Екі қабат бола ма әйел адам? Екі қабат болмай ма? Қыз баланың аты қыз бала. Виноват бола ма? Виноват болмай ма? Ұруға болмайды ешкімді. Тем более әйел адамды. Әйел адамды қалай ұрасың? Енді кейбір әйел бар, жалмауыздар. Өздері ұрасың ба? Ұр деп секіреді. Енді оның өзін ұруға болмайды. Өз сұрап алып отыр, бірақ ұр деп. Мен ұрып қорқытасың ба? Ұрып қорқытасың ба? Ұр ал, ұр дейді. Сен өз сұрап тұрған ұрады дана байы. Бірақ ол дұрыс емес, ұруға болмайды. Түсімде кіші дәреті көп қан болды, ол не болды, жүктімін дейді. Үйде көбірек отырыңыз, сыртқа шықпаңыз. Аяғыңыз жүкті екен, көп жүрісіңіз бар екен, кішкене жүрісіңіз азайтыңыз. Фатиха Ықылас сүресімен намаз оқуға бола ма? Болады. Бастай бер. Нәрестеге неше күнде ат қою керек? Өзіңіз білесіз. Сразу туылмай тұрып қойсаңыз да болады, алдын ала қойсаңыз да, туылып жатқанда қойсаңыз болады, кейін қойсаңыз да болады, әйтеуір бір қой ат қойылса болды. 10 жасар ұлым түсінде пайғамбарды көріпті. Бір бала келіп сені пайғамбар шақырып жатыр депті. Барса өзі және пайғамбардың көмекшісі бар екен. Аппақ киініп алған, маған бір нәрсе деді дейді, бірақ ұмытып қалып барды. Тамаша. Балаңыздың өмірі берекелі болсын. Әр күнде түс көремін. Түс көрмей тыныш ұйықтау үшін не істеу керек? Фатиха, аятыл курсы. Мен табірек сүре бар, енді үлкен сүрені білмейтін шығарсыз. Кафируннан төмен қарай барлық сүрелерді бір-бірден оқисыз да, қолыңызға үрлеп, басыңызды сипайсыз да ұйықтайсыз, түс көрмеуіңіз керек. Жерленіп қойған адамды орнынан ауыстыруға бола ма? Жоқ, болмайды. Арам болады. Өлген адамды ауыстыруға болмайды. Тек қана ауыстыруға болады қашан? Егер біреудің жекеменшік жері болса, және жолсыз жекеменшік жерінің иесі мына өлігімді алып кет деп талап етіп тұр болса, сонда ғана өлген адамды қазуға болады. Екіншісі, қылмысты ашу үшін. Біреу мысалы айтайық, қылмыс болды, оны ұрып өлтірді, сол білінбей қалды да, енді осы жағдайда ашу керек. Болды, басқа уақытта ашылмайды. Ішінде ақша қалып қалса да, мысалы айтайық, бүйтіп салып жатқанда телефон түсіп қалды, жаңа қабірдің ішіне.
мысалы адам кіргізіп жатқызады ғой, сол жатқызғанда телефон шықпаса, қымбат нәрсе алып қалса ашылмайды, қалады. Үйге сурет қоюға бола ма? Болады. Табиғаттың суретін қойыңыз, талдың суретін қойыңыз, арабша жазулар қойыңыз, әке шешеңнің суретін қойсаң да мен тегі қарсы емеспін. Неге? Өйткені кішкентай суреттеліп қой, ата әкеңіздің суретін іліп қойғанда тұрған ештеңе жоқ. Біз танымайтын Мадонна мен басқа біреудің суретін іліп қойып жатырмыз ғой. Брюс Лиді қойып өскенбіз, Брюс Лиге еліктеп. Мбаппенің суретін қойып жатыр қазір. Енді қазір ана кімді қоймаңдар, әпкелеріңізді. Дженнифер Лопесті әпкесіңіз қойып, балаларымыз, қыздарымыз Дженнифер Лопеске қарап, балаларымыз Мбаппеге қарап өсетін болды ғой енді. Сондықтан сол аға, мен музыкантпын, намаз оқимын. Қарыздар жабу үшін ресторанда выступать етіп ән айтуға бола ма? Қарызыңды жап. Қарызыңды жап. Есектің артын жуда малтап деген атан қазақ. Есектің артын жуу. Сенің музыкамен өлең айтуың есектің құйрығын жуғаннан жақсырақ жан. При желании ат басына күн туса, ауыздықпен су ішер, адам басына күн туса, толар сақтан су кешерде саз кешер дейді. Сондықтан бал қарызынан құтыл алтыным. Айт өлеңді. Бірақ анда ұятсыз өлеңдер айтпа, я? Қазір мен саған жоқ, астағфирулла деп айтатындар көп. Бірақ қарыздан құтылуды ешкім жәрдем бермейді. Бәрі айтады, астағфирулла өлең айтуға болмайды, олай істеуге, бүйтуге болмайды деп ақыл айтатындар көп. Бірақ енді сен жәрдем бер, енді жақсы болыпты, енді өлең айтпасын, не істеу керек ол? Ешек ат тағалай ма, не істейді? Білмейді, бұның жұмысы өнер, барып оған өлең айту. Не істейді? Қалай жауап керек қарызын? Не жәрдем бермейді? Не жол айтпайды? Істейін десе харам дейді. Не істеу керек енді? Сондықтан сөйлей береді. Қарыздан құтыл. Қарыз бәрінен ауыр. Қарыздан құтыл жан. Біздің ана өнерлі азаматтар қайта сол жерде өлең айтып, сондай жерде әркім боқтап сені, әртүрлі нәрсе естіп барып ысыласың. Қазақтың балалары кешегі футболдағыдай жеңіліп барып жеңеді, Құдай қаласа. Сен сондай қиыншылықтардан өтіп, официант болып жұмыс істеп, арасында ыдыс аяқ тасып, біреудің бүйтіп аузын сүртіп, қақырып түкіріп саған тазалайсың сен. Сөйтіп барып, мына нанның дәмі тәтті болады, еңбекті тапқанның. Ал енді біреу берсе саған, мә қарызын жап деп, қарызын сен жаппайсың. iPhone сатып аласың, телефон сатып аласың, наушник сатып аласың, солай болады. Қазір сен содан ысыласың, өтесің, неше түрлі жындыларды көресің, неше түрлі алкаштарды көресің, неше түрлі оңбағандарды көресің, қырындайтындар болады саған сол жерде. Қазақтың небір қайта саған жәрдем беріп, рахмет, мә қандай өлең айттың, рахмет, браво, браво дегенді айтып саған қайтып ақша берудің орнына, сенен қайта арбаңдап тиісіп, байың бар ма, жігітің бар ма, кездеспейміз ба, телефон номерің берші дейтін дурактар көп болады. Сондайға қарайсың да, тоба ағаларымыздың түрі осы болса дейсің да, көп жақсы нәрсеге бет бұрасың, Құдай қаласа. Өз адам жаман нәрсені көріп барып, былай бойды түзеткен жақсы болады. Өмір бойы жақсы бола бермейді. Ақша түсе бермейді. Кейде бір сонда қиыншылықтан өтіп барғанда, анау тапқан 500 теңгенің қадірін білетін боласың. Құдайға қанша ақша келеді? Сен ақша сұрадың ба немен? Сен ақша сұрадың ба мен? Аллада қисық сұрағыңызды өзіңізге қойыңыз. Біріншіден мен уақытым бола бермейді, көріп тұрсыз, қызметтен шығамаймын. Екіншіден мен қайда екенімді білмейсің сен. Бұл жырақ сөзің не аласың ондай сөзді? Өз деңгейің сол ғой сенің. Намаз бастағым келеді, бірақ тастап кетсем не болады деп қорқамын дейді. Йогурт ішсем, ішімге өтіп кетеді деп ойлағанда не пайда? Іш. Барма, іш, барма, ки, намаз баста, қалдырма, ертең не болады, тастап кетсем не болады, ішім өтіп кетсе не болады, басым ауырса не болады, жоқ, бастай бер, айта береді ол, баста жан. Аға, кеше отылдық пазор болып дейді, жоқ, астағфирулла, өйтіп айтпа, жаңа ғана айтып түсіндірдім, мен осыны сен кейін қосылған шығарсың, мен бағана ғана жанын шығарып айттым, отылған жоқсың, пазор болған жоқсың, пазор, осылай айту пазор. Қазор осы қазақтың өстіп абыройын түсіру пазар сен сияқты. Жоқ. Кешегі балалар батыр ол. Бүгінгі күннің батырлары олар.
олар әлі талай жеңіс әкеледі. Қазақтың басын 40 мың адамды бір жерге жинаған Дженнифер Лопестен кейін осы қазақтың балалары. 40 мың адам жинады. Ешқандай имамың, ешқандай молдаң, ешқандай мүфтиің, ешкімің, біреуің де 40 мың адам жинай алмайсың бір жерге. Қазақтың алтын балалары, біздің алтын балаларымыз әлемдік дәрежедегі чемпиондармен 40 мың адам жинады. Жеңіскер олардың бәрі. Олардың бәрі жеңіскер. Анау жеңсең машина берем дегенде берсін осындайда. Мотивация болады. О, если вы победите, машину дам. Причем алып берді дұғаласын. Сізге қай уақытта балға болады? Келе бер. Ұлым жасы 4,5-да сүндеттесе бола ма? Болады. Зікір салауатты ерінді қимылдатпай ішімнен айтсам болады ма? Қалай айтқан жақсы? Болады. Зікір салауатты сол айтасың. Қимылдатпай, іш жеріңді қимылдатпа. Көзіңді да қимылдатып бүйтіп, алартып бүйтіп керек жоқ. Іш жеріңді қимылдат. Құлағыңды қимылдатсаң, қимылдата аласың ба? Осылай қимылдат. Басқа ештеңе істеме. Керек жоқ. Тұрып алып, қолыңмен бүйтіп алып, саусағыңмен бүйтіп, аузыңды жыбырлатып керек жоқ. Тыныш отыр. Іш жеріңді жыбырлатпа. Жүрегіңде болса болды. Түске дейін түске кіретін жайлы айтып кетіңізші дейді. Мысалы жылан, мысық сияқты дейді. Енді әрқайсысы сәл жақсы көрілмейді, бірақ ол бір бәле болады деген сөз емес, бір мысық көріп қойсаң, ойбай, бір бәле келеді, бір нәрсе көрсең біреу өледі, біреу тісім шықпаса тағы да біреу өледі, анау ауырып жатыр, точно өледі-ау, соны күтіп жүреді, что-то өлмеді бүгін, қашан өледі, мен тісімді түсіп еді деп. Жоқ, қой андай. Әулие болмай-ақ қойғандай. Астанада болсаңыз қалай мешітке келесіз? Мешіттен ұлымды сүндетке отырғыздық. Әке-шешемізге үйге шақырып Құран оқытсақ бола ма? Мешітке 100 адамға оқытуға шамамыз келмей отыр дейді. Неге 100 адам оқытасың? Қаяқтан шығардыңыздар осында? 100 адам, 200 адам, 500 адам шақыр, 50 адам шақыр. Өзің ақ семьяңды оқи бер, болды. Оны жариялап не керегі бар? Болады. Әке-шешеңізге Құран оқытып үйде оқыта беріңіз үйіңізде. 1 адам, 2 адам, 3 адам жағдайға қарап, 100 адам шақыр, 500 адам шақыр деген жоқ жаным. Түсімде Қағбаға барайыншы деп дұға тілеп, машалла. Ертесі бірден барыппын, машалла. Аллаға шүкір айтып отыр екем дұғам. Бір тілеген тілегіңе жетесің, иншалла, сол қажылыққа да барасың. Ақа, жақындарымыз намазға келу үшін қандай дұға айтса болады? Қазақша айта бер, Алла, соларға туралықты бер, атын айтып тұрып саған дұға қылы. Сонымен өзіне барып айтпа, мен саған дұға қылғам, мен саған дұға қылып отырмын деме. Прямой өзің жасай бер. Білдіртпей жаса. Ең дұғаның үлкені қайсы дейді? Захири дұға. Сыртынан жасаған дұға, ғайып дұға. Сыртынан бүйтіп естіртіп, қайрат, майрат демей-ақ, прямой-ақ өзің Құдайға прямой айтып тұр. Әр балаңызды айтып тілеңіз. Мамалар, әкелер, қыздар, әр қызыңызды, әр балаңыз тілеңіз. Құдайым, осы қызымның жолын аш, баламның жолын аш. Баламның жолын ашатын өзі емес, балаңның жолын атын қатын ашады оның. Бір жынды есалан қатын алса, сол жындымен бірге жынды болып кетпесін балаң. Сондықтан екеуі бір садиқалы болсын. Алла, қызым жақсы бір жерге бағашылып тұрмысқа шықсын. Әйтеуір байға тиісін емес, бір дұрыс жерге тықсын, қызыңды ұрмасын, соқпасын, қызыңды малай қып жұмсамасын, тепкілемесін, қадірін түсірмесін. Осындай алақанына салатын ерді нәсіп ет. Де, содан кейін өзің күйеуіңді алақаныңа сал бірінші. Содан еркек болсаң өз әйеліңді сал, қадірің біл. Содан кейін барып сенің қызыңның да жолы ашылады. Қызың Құдайдан сұрағаныңды қайтейін, өзің аманат қылып берген әйелінің бытшын шығарсаң, ол қызыңның жолы ешқашан ашылмайды. Әкелер қызының жолын қыздың анасына қарау арқылы ашасыздар. Бәріміз ана Құдайдан қызым күшті жерге барсын, бай жерге барсын дейсің ғой. Өзіңнің әйеліңді аяққа таптасаң, қалай сенің қызыңның бағы ашылады? Ешқашан ашылмайды. Өзіңнің келініңді аяққа таптасаң, әйеліңді, сен келіннен жарымайсың ешқашан. Қайеліңді қорғысаң, тура содан өткен есалан келеді отбасыңа. Соның өшін алып береді саған. Сол екеніңге күніңді сүмірейтіп қаратып қояды Құдай. Бейшара болып өтесің өмірден. Сондықтан соның қадіріне жет. Сол қасыңдағының қадіріне жетсең, мына жақтан Құдай берері болады. Ойындарға ставка, Ф-мен жазылмайды, В-мен жазылады, ставка болады.
ставка тігетіндерге бір батыл ой айтыңызшы, өтініш. Харам. Қандай түріне тіксе де, қандай футбол болсын, қандай ойын болсын, крокодилдердің төбелесі, тауық пен ешақтың төбелесі, мысық пен иттің төбелесі, қандай ставка тағы да, лотерей, казино, бәрі харам. Тапқан ақшаң харам. Тесіп шығады бір жеріңнен. Ұстаз, мен намаз оқымасам да салауат күнде айтуға болам. Айта бер, аузың еркін ғой, демократия. Өсек айтқанша, өтірік айтқанша, Қарақалпақстанның флагы екен қарап отырсам, сенің флагыңда жаңағы кім еді ана президенттерің? Мирзиеев па? Соны жамандағанша, одан кейін барып жаңағы анау бұрынғы қайтыс болып кеткен Ислам Әбдіғаниевич Каримовті марқұмды жамандағанша, лучше бір нәрсе айтқанша, лучше салауат айта бер. Жақсы болады. Жаман сөз аузыңнан шыққанша жақсы сөз шықсын. Ұлт пен ұлтты жамандама, ұлт пен ұлтты жарастырушы бол. Бір-бірлеріне жамандау емес, бір-біріне жақындататын адам бол. Ассалаумағалейкум ұстаз. Кеше бір ұстаз айтып жатқан естім. Ғұсылда аузы мұрнын шаюды ұмытып кетсе де, кейін шайса болады дейді. Сол гәп дұрыс па? Мысалы, жарты сағаттан кейін болады. Не болады? Аузың құрғап қала ма не? Денен құрғамай тұрып шаю жоқ, болады. Мысалы, патыр-пұтыр жуынның суық. Аузын шайына өтіп кеттің. Соның барын, что-то аузым шайған жоқпын деп, шайып ал, болды. Ол одномоментно шайылуы шарт емес. Біздің ханафи мазхабында шарт емес. Сондықтан нормально кейін шая берсең болады. Дұрыс. Біздің ұстаздарда қатырады, сондай моментте шығарып, елдің есін аударып, сондай нәрсені шығаруға құмар. Ұстаз, баламды сізге апарып тілін тартып бере аласыз ба? Тартып бере алам, алып келіңіз. Баламды, так, оны айттық, ортада бала болмаса ажырасу дұрыс па? Жоқ. Бала шарт емес өмірде болуы. Шарт емес. Неге оқымайсыз дейді? Оқыдым ғой. Пайғамбарымыздың өмірін тыңдауға қалай қарайсыз? Күшті қараймын. Просто тыңдағаннан гөрі соны кіргізіңіз өміріңізге. Не істеген, не айтқан соны өміріңізге кіргізіңіз. Күйеуім қанша көп жұмыс істесе де бәрібір бұйырған рызығынан аспайды дейді. Сол рас па? Жоқ. Адамның еңбегіне қарай, әрекетке қарай, берекет деп қазақ қысқаша айырған. Ниетті дұрыстау керек дегенді қалай түсінеміз? Постоянно ниетті сөйлеп аласың. Мысалы, бір нәрсе істеп жатырсың да, кейде адам үшін болып кетеді бізде ше. Мысалы айтайық, бір ас беріп жатсың, мысалы түсінікті айтайын, содан өзің шығарып аласыз. Мысалы ас беріп жатсыз, жүгіріп жүрсіз, жағымпаздан құдалар келді, молдалар келді, мына жақта әулиелер келді, сұмдықтар келді, бәріне жүгіріп, ризасыздар ма дегенде өзің ойлайсың, астағфирулла, мен адамдарға жағынып кеттім ғой, қой дейсің да, қыблаға бұрылып кішкене отырып, астағфирулла, я Алла, осыны бәрі нәсіп еткен саған шүкір. Мынаның бәрі сен үшін. Сен болмасаң, сен осы нәсіп етпесең, мен істейтін едім, мені кешір деп ниетті түзетіп аласың. Осыны ниет жаңарту дейді. Постоянно істеңіздер осылай. Ей Алла, Құдайға шүкір. Мына бала шаға бердің, қараш. Аман есен бала бердің. Алла, қандай мемлекетті бердің? Тәуелсіздіктің арқасы. Мына кешегі футбол тәуелсіздіктің арқасында болды. Тәуелсіз болмасаң, мемлекетіңе ешкім келмейді. Еліңде соғыс болып быт-шытымыз шығып жатса, ешкім келмейді Қазақстанға. Мбаппенің суретін көресің тек қана болды. Сондықтан Құдайға шүкір, тоба, осы тұған шүкір қылайықшы, Алла, осыны күтті қыл. Ана жаман, коррупция, бір бәле деп оттап жатыр ғой. Ана молдандай, ана ондай КНБшник деп менде оттап жатыр бәрі. Соларға, сондайларға тыңдамай, Құдайға шүкір, мемлекетім бар, елім бар, тоба. Құдайға шүкір, бұдан да жақсы қыл елімді. Құдай, міне осыдан болады жақсылық. Отырып алып, жамандап, шұқып, ана соғыс қыламыз, бүйтеміз, көтерілеміз деп, көтерілмек тұр, штанын көтеремей қалады олар. Штанын көтеремей қалады. Отырған унитаздан тұрамай қалып жүрмесін. Мемлекетті көтеремін, забастовкаға көтерем дегендер. Бүйту керек, сөйту керек дегендер унитаздан тұрамай қалады. Отырған орнынан жабысып соған. Сондықтан олай жақсы емес. Одан кейін дінмен алыспаңыздар. Ешқашан дінмен, иманмен, исламмен алыспаңыздар. Ол адам, ол пенде, бірақ онымен жауласпаңыздар. Ол жақсылық қалып келмейді. Ана хиджабпен алысқандардың біраз қаңып кетті жұмыстан. Қаңып кетеді. Алланың дініменен, исламменен, орамалменен, сақалмен алысқандардың түбі жақсы болмайды. Сәлеметсіз бе? Қайда? Тіл тарту деген не? Тіл тарту деген сөйлеу мәтіндерді сөйлеуге бір әрекет жасап, астын массировать етеді, ол бөлек, оның дұғасы бар.
Жақсы, мен ана неке күтіп отырған еді. Жастардың некесін қиып берейін. Құтты болсын, қазақта той болсын, қуаныш болсын, жастар үйленсін, қуанышқа жетіңіздер, жақсы сөз жарым ырыс, жақсылыққа